Сәлем достар, сіздермен бірге Салтанат. Бүгін дәл осындай ерекше түйілетін асқабақтан манты жасаймыз. Ыдысымызға 250 грамм суымызды салып аламыз. Бір жұмыртқамызды, тұзымызды салып, 2 қасық сұйық майымызды салып, барлығын тұз ерігенше араластырамыз. Үстіне ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Кішкене қаттылау қамыр илеңіздер. Қатты қамыр болса, мантыларыңыз әдем-әдем болып шығады, жайылып кетпейді. Міне, мен қамырды илеп болайын дедім. Қамырды илеп болған соң 1-2 қайтарып 20 минутқа демалтыратын боламыз қамырымызды. Міне, менің қамырым дайын. Енді демалады. Бізге керегі асқабақ. Асқабағымызды дәл осындай асқабақ алдым мен. Өте дәмді асқабақ. Мына асқабақтың жартысын мен мантымызға турайтын боламын. Мына асқабақтың мен қабықтарын жақсылап ашып алатын боламын. Қазір асқабақтардың піскен сезоны. Асқабақтан неше түрлі тамақ, пирогтар, сусындар даярлауға болады. Менің каналымда сметана пирогы, асқабақтан бауыр тазалайтын шырын бар. Сол видеоларды көрсеңіздер болады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма не тамақ көргілеріңіз келеді, қандай рецепт үйренгілеріңіз келеді, оны да жаза кетіңіздер. Міндетті түрде сіздерге кері байланыс жасайтын боламын. Міне, дәл өстіп сыртын оңай ғана ашып алдым. Пышаққа қарағанда мынандай ашқыспен тез ашылады екен қабықтары. Ал енді жуып алдым асқабақты, енді майдалап турайтын боламын. Ал міне асқабақтарды мен турап алдым. Енді ыдысымызға салып аламыз. Ыдысымызға салып алдық. Енді 2 дана пиязымызды үлкендеу майдалап турап алатын боламыз. Дәл осындай майдалап турап алдым мен. Мен ет салған жоқпын. Мен асқабақ, қойдың құйрығы, 2 дана пияз саламын. Етсіз асқабақ манты өте дәмді болады. Үйде жасап көріңіздер. Құйрық май салмай істесеңіздер де өте дәмді болады. Мен құйрық май саламын деп шештім. Міне, құйрық майымызды енді дәл өстіп ұсақтап онда турап алатын боламыз. Құйрық май салсаңыздар, өте сочный, сулары ағып тұратын манты болады. Асқабақтың өзінен де сочный манты болады. Құйрық май турасаңыздар, одан да дәмді, сочный, майлары ағып тұратын манты болып шығады. Міне, құйрық майларды мен турап алдым. Енді ыдысымызға саламыз. Енді дәмдеушілерімізді араластыратын боламыз. Бізге керегі міне зеренің ұнтақталғаны, 1 қасық паприка, қара бұрыш, тұз. Енді барлығын араластырып алатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді қамырымыз уже біздің тынып демалып қалды. Бір қайтарып қамырымызды енді жаятын боламыз. Мен қамырымды 2-ге бөліп алдым. бір бөлігін манты, бір бөлігін орама жасаймын деп шештім. Міне бір бөлігін енді
қатты жұқа қылмай жайып аламыз қамырымызды. Қатты жұқа болып кетсе, қамырларымыз жыртылып кетеді. Кішкене қалыңдау болған дұрыс бұл мантыға. Бұл мантымыз кішкене ерекше түйіледі. Соның үшін қалыңдау қылып жаямыз. Міне мен қамырды жайып алдым. Дәл осындай қалыңдықта. Енді дәл осындай пияламен домалақтап барлығын кесіп алатын боламын. Бұл мантыны жеке-жеке домалақтап майда-майда бөліктерге бөліп жаңғақтай. Дәл солай жайсаңыздар да болады. Бір-бірлеп маған осы ыңғайлы үлкен қамыр жайып алып, дәл осындай пияланың көмегімен кесіп алған ыңғайлы, барлығы бірдей көлемде шығады. Өлшемде бір жері қалың, бір жері жұқа болып қалмайды. Маған осындай ыңғайлы. Сіздер кішкентай етіп бөліктерге бөліп барлығын міне дәл осындай насаткамен дәл ортасын кесіп алатын боламыз. Енді жаңа кесілген қамырдың үстіне тағы бір қамырды қоямыз. Үстіне салмасын салып, енді түйетін боламыз. Дәл осы жерін жақсылап қарап алыңыздар. Міне бір-біріне жабыстырып, дәл өстіп түйетін боламыз. Қысып жан-жақтарын ашылып кетпейтіндей етіп жақсылап, міне ұш жағын жақсылап қысамыз. Міне артық бөлігін қайшымен кесіп алып тастаймыз. Міне енді аударып, жаңағы кесілген қамырымызды міне дәл өстіп шығарып алатын боламыз. Енді үстіне тағы да салмасын салып, дәл жаңағыдай түйіп аламыз. Астына мен азырақ салма салып қойыппын. Негізі көбірек салсаңыздар, асқабақ піскеннен кейін жоқ болып кетеді. Соның үшін көптеу масалық салу керек екен. Міне дайын. Тағы да артық жерін қайшымен кесіп алып тастаймыз. Дәл өстіп барлығымен түйіп алатын боламыз. Міне дәл өстіп түйіп аламыз. Ал міне мантыларымызды мен түйіп шықтым. Енді қасқанымыздың ішіне майымызды жағып, мантыларымызды теріп шығатын боламыз. Газге суымызды қойып алдым мен. Суымыз қайнаған соң 40-45 минутқа қойып пісіріп аламыз. Бұның басқа мантылардан ерекшелігі жоқ, тек қана түйілуінде пісетін уақыты дәл солай 40-45 минутқа пісіріп алатын боламыз.
Ал міне арадан уақытымыз өтті. Міне біздің мантыларымыз дәл осындай болып пісіп шықты. Міне дайын біздің мантыларымыз. Асты жыртылып, қатты болып қалған жоқ. Өте әдемі болып шықты. Үйде жасап көріңіздер. Асқабақтан өте дәмді болып шығады. Міне, мен алып көрем, міне асты жыртылмаған. Асқабақтан барлық мантыларда, самсаларда дәмді болады. Қазір асқабақтың сезоны. Үйде жасап көріңіздер. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Баршаңызға ас болсын. Менің каналым ұнап жатса, менің каналымның сілтемесін достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға амандық, денсаулық тілеймін. Аман болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.